Smart Light Академиясында бүгін 4-ші потоктың балалары кабельдермен жұмыс, жалғау, распредкоробка жалғау, пайкілеу, өстіде жігіттер пайкілеу үйреніп жатыр. Так, мына жерде распредкоробка жалғау жатыр. Нұрғиса, қалай болып жатыр? Жақсы болып жатыр ма? Так, міне осындай сабақтар. Бүгін бірінші күн практика жігіттерге. Бұлар теориядан келді. Бірінші күн практика. Распредкоробка қалай жалғау керек кабельдерді. Солай үйреніп жатыр. Жігіттер қолдарын жүріп жатыр ма? Қалай екен теориядан кейін практика? Кішкене қобалжу. Қобалжу болып тұр ма кішкене? 12 күн теория өтіп келді. Бүгін практиканың бірінші күні. 4-ші поток.